зерттеу алаңында сумен тәжірибе жасаймыз. Біздің зерттеу алаңымызда Әбілғазы Махмутов мектеп бөбекжай кешенінің құлыншақ тобының тәрбиеленушілері Бақытжан Баяхмет, Айдынғали Айнамкөз және Нұрсұлтан Назерке. Балалар, сендердің алдарында тұрған не? Су. Су бізге не үшін керек, балалар? Дұрыс айтасыңдар, балалар, өте жақсы. Енді осы сумен тәжірибемізді бастайық. Баяхмет, сен бірінші мына суға қант салып көрші. Енді ішіп көреміз. Баяхмет, судың дәмі қандай болды? Тәтті, дәмді болды, иә? Ал Айнамкөз, сен мына бояуды салып көрші суға. Судың түсі қандай болды, Айнамкөз? Қызыл болды, өте жақсы. Ал Назерке, сен мына суымызға тұз салып көрші. Енді ішіп көреміз. Судың дәмі қандай болды? Ащы, иә? Ал енді балалар, мен мына біздің суымызға сүтті құйып қарайын. Қараңдаршы. Суымыздың түсі өзгерді ме, балалар? Қандай болды біздің суымыз? Ақ болды. Біз келесі тәжірибеге көшейік. Баяхмет, мына біздің суымызға бояу салып көрші. Суымыз қандай болды? Енді осы екі суымызға екі қасықты салып қараймыз. Қасықтарымыз салып қарайық. Ішіндегі Баяхметтің қасығы көрінді ма? Жоқ. Көрінген жоқ. Ал Айнамкөздікі көрініп тұр ма, балалар? Иә. Көрініп тұр, иә? Екі судың айырмашылығы. Бояу салған судан көрінбейді, ал бояусыз суымыздан ішіндегі нәрсеміз, қасығымыз көрініп тұр екен, иә, балалар? Ал енді балалар, мына стакандағы екі суымызға бір ауыр затты, екінші жеңіл затты салып қараймыз, иә? Бұл күнделікті біздің пайдаланатын ыдыс жуатын губкамыз және даладағы тастарымыз. Ал Назерке, сен осы суға алдымен мына тастарымызды салып қарашы. Тасымыз не істеді? Астына батып кетті. Ал Айнамкөз, сен мына губкамызды салып қарай ғой. Суымызға саламыз. Батты ма суымызға губка? Батқан жоқ. Су бетіне не істеді? Тұрып қалды, иә? Иә, сонда біздің тасымыз ауырда, ол батып кетті, біздің жеңіл заттарымыз су бетіне қалқып шықты. Балалар, біздің келесі тәжірибеміз күнделікті үйде пайдаланатын ыдыс жуатын сұйықтықпен тәжірибе жасап көреміз, иә? Енді Айнамкөз мыналарға жайлап қоя қоймады. Енді балалар, осыларды не істейміз? Үрлеп көрейік. Өте жақсы. Болды, жарайды балалар, өте жақсы. Балалар, біздің суымызда не пайда болды? Көпіршік? Көпіршіктер пайда болды. Өте жақсы. Болды, жарайды балалар. Өте жақсы, иә? Сендерге ұнады ма тәжірибе? Иә. Жақсы, өте жақсы. Келесі тәжірибемізді жасаймыз. Бұл өте қызықты, иә, балалар? Айнамкөз, сен маған көмектесе қойшы, мына суды пакетті ашамыз. Біздің пакетімізге су құямыз. Бүгінгі тәжірибеміз, балалар, су туралы екен, иә? Балалар, судың түсі бола ма? Су қандай болады, балалар? Дұрыс айтасыздар. Енді балалар, мынандай пакетке су құйдық, иә? Қараңдар. Енді мына үлкен таяқшамен біз тесіп қарайықшы. Суымыз ағып тұр ма? Тамшылап жай ағып тұр екен, иә? Ал енді осы түтікшемізді алып қарасақ, суымыз ақты ма? Қалай ақты суымыз? Қаттырақ ағып отыр ма? Иә, қаттырақ ағып отыр екен. Сіздерге қызықты болды ма? Иә. Өте жақсы. Балалар, сендер бүгінгі су туралы қандай мақал-мәтел білесіңдер? Айта қояқшы, Баяхмет. Суды туға болмайды. Өте жақсы. Судында сыралы бар. Соштың
Өте жақсы балалар, сендер су туралы нақыл сөздерді, мақал мәтелдерді өте жақсы жаттаған екенсіздер. Балалар, бүгінгі сендерге сумен жасаған қызықты тәжірибеміз ұнады ма? Иә. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.